Достар, біз тамақ ішуге негізі отельден кетіп қалғанбыз ғой, өзінше болып. Сырттан тамақ ішеміз деп. В итоге қайтадан обратно отелімізге бара жатырмыз. Долларды біз еще әлі донға айырбастаған жоқпыз біріншіден. Екіншіден мұнда өте қатты ыстық. Но мынандай гүлдер бар. Әдемі. Қараңдаршы. Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Таңертең салонға келдім. Бүгін күшті бір видео түсірейін деп жатырмыз. 7:30-да тұрдым. Андай жатар алдында прям миыма құйып алдым, что нельзя опаздывать деп ше. Сонымен 7:30-да тұрып алдым да специально барып суық. Мына әдемі екен. Әдемі фотоға түсіп жатыр. Тамақ ішуге бара жатырмыз. Прям шумыл қолымда телефон шықлап жатырмын. Сонымен выехала, келдім. Кеше әр күні қойған шашлықты жеп едім, что-то плохо мне прям ше. Ауырып тұрған жоқпын. Бірақ жүрегім айнып тұр. Соң больницаға барып, рентгенге түсу керек болды. И тісім тұр, и арқам тұр, короче, барлығы қабаттасып тұр ғой. Тісіме баруға қорқып тұрмын, ақыл тісім қатты ауырып жүр. Негізі кеше жазылған болатынмын, кеше уақытым болмай қалып баруға. Бүгін ба ертең ба точно жылдыртам, потому что барып жылдыр. В общем, отырмын. Естесен бәс барайын ба, бармайын ба. Артқа қайтайын десем, желание жоқ. Жан жақтың бәрі болды, короче. Күн суып кетті, салқында. Кәдімгі суық отыр. Аяқтан бірен саран бит көк көмек болып шығып қояды, короче. Не болсаң бәрі барым еп тұр, короче. Тайын десем, мына жағым еще ойылып кеткен ғой, прикиньте. Сол ойылғанмен бірге одынырман ауырама деп кішкене етіп жатырмын. Ойылғанда басылсам деп күтіп тұрмын, тісім ауырса да шыдап ше. А то, тіс ауырғаны самый жаман нәрсе. Бұл ақыл тіс жұлынатын болса, не үшін шығады, мен вообще түсінбеймін. Керек емес тіс болса.